Сталинград аспанында кеңестік Ил-2 шабуылшы ұшағына немістің зениттік артиллериясының ауыр оғы тиді. Қозғалтқышты жалын шарпып, кері оралу үміті сөне бастаған еді. Бірақ ұшқыш жан сауғалауды емес, соңғы ерлікті таңдады. Ол отқа оранған ұшағын жаудың техника колоннасына қарай тіке бұрды. Бұл ұшқыштың аты Нұркен Әбдіров еді. 1942 жылдың қазаны. Сталинград шайқасы ең шешуші кезеңіне жеткен шақ. Неміс әскері өз шебін сақтап қалуға жанталаса қарсыласып жатты. Ал кеңестік авиация күн сайын дерлік жаудың техника колонналарын, өткелдері мен артиллериялық бекіністерін талқандауға қайта-қайта әуеге көтерілетін. Ил-2 ұшқыштарының міндеті майдандағы ең қатерлі тапсырмалардың бірі саналды. Олар жер бауырлай ұшып, пулемет пен зениттік қарулардың тура оғымен бетпе-бет келетін. Сержант Нұркен Әбдіров Қазақстаннан шыққан жас ұшқыш. Сол уақытқа дейін ол 16 жауынгерлік әуе тапсырмасына қатысып үлгерген еді. Нұркен серігімен бірге майдан шебіндегі жау танктеріне оқ дәрі тиеген көліктерге және қарсылас бекіністеріне күйрете соққы беріп жүрді. 1942 жылғы 19 желтоқсанда Нұркен Әбдіров әуе атқышы Александр Комиссаровпен бірге кезекті жауынгерлік тапсырмаға аттанды. Кеңестік ұшақтар Коньков хуторы маңындағы неміс күштеріне соққы беруі тиіс еді. Шабуылшы ұшақтар нысанға жақындай бергенде төменнен зениттік артиллерияның жойқын оғы қарша бұрады. Аспан снаряд жарылыстарынан қағайырылып жатқандай еді. Соған қарамастан Нұркен Әбдіровтің Ил-2 ұшағы жау колоннасының үстінен бірнеше мәрте өтіп, бомба тастап техникаға оқ жаудырды. Алайда кезекті шабуыл сәтінде ұшақ ауыр соққы алды. Қозғалтқыш отқа оранып, кабина үшін қою түтін басты. Жер тым жақын қалған еді. Мұндай сәтте ұшқышқа шешім қабылдауға санаулы секунд қана берілетін. Оның таңдау мүмкіндігі бар еді. Ұшақты қондыруға тырысуына да, парашютпен секіруіне де болатын. Ол кезде бұл майдандағы үйреншікті амалдардың бірі саналатын. Бірақ Нұркен Әбдіров мүлде басқа шешім қабылдады. Отқа оранған Ил-2 кенет бағытын өзгертіп, жаудың техникасы мен сарбаздары шоғырланған тұсқа қарай тіке құлдилады. Арада бірнеше секунд өткенде ұшақ жау колоннасына келіп соқты. Жойқын жарылыс немістің техникасы мен бекіністерін тас-талқан етті. Сол жерде Нұркен Әбдіров пен оның әуе атқышы Александр Комиссаров қаза тапты. Кейін осы ерлігі үшін Нұркен Әбдіровке Кеңес одағының батыры атағы қаза болғаннан кейін берілді. Соғыс жылдарында мұндай жанқиярлық шабуылдар аса сирек жасалатын. Ол үшін тек батылдық қана емес, адам өз өмірінің соңғы сәтінде қабылдайтын қайсар шешім де қажет еді. Нұркен Әбдіровтің ерлігі бір ғана ұшқыштың тағдыры емес, бұл сол соғыстың қандай ауыр бағамен келгенін еске салатын тарих.